Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Яғни біз бүгін үй жағдайында чикен әзірлейтін боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші осылай тауық қанаттарын алып, жақсылап керек емес жерлерін алып тастаймыз. Яғни сөйтіп жуып, тазалап, бөліп алатын боламыз. Оның үстіне паприкамыз саламыз, одан кейін қара бұршымызды саламыз, одан кейін тұзымызды саламыз. Оның үстінен соя соусымызды құямыз. Оның үстіне, яғни сарымсағымызды езіп алып, оны да салып жіберетін боламыз. Яғни оның үстіне міндетті түрде біздің мариновкамыз өте керемет дәмді болып шығу үшін осы соусты қоссаңыздар болады. Яғни бұл соусты қоссаңыздар кетчуп не болмаса майонез қосудың керегі жоқ. Яғни осыны қосып, оның үстіне майымызды осылай аздап май қосып, барлығын араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне міндетті түрде ұн қосамыз. Ұн қосып, барлығын араластырып, мариновкамызды қойып қоятын боламыз. Мынау жасап жатқан мариновкамызға ұн қосуымыздың себебі қанаттарымызға ұн сіңіп, өте ерекше дәм беретін болады. Одан кейін жеген кезде өте тойымды болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді біз қанаттарымызды алып, кемі 3 сағатқа қойып қоятын боламыз. Міне біздің мариновкамыз дайын болды. Енді қанаттарымызды алып, осылай ұнға ұнатып алып, одан кейін суға салып, қайта ұнға салып, одан кейін қызып тұрған майға салып пісіретін боламыз. Достар, бүгін біздің жасап жатқан чикендеріміз сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне енді чикендерімізді алып, шамамен 15 минут ыстық майда пісіріп алатын боламыз. Қызарғанша. Екі жағын қызартып тұрып пісіріп аламыз. Достар, міне бүгін біздің дайындаған чикендеріміз дайын болды. Дәм өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын.